Мынандай бизнес бар. Біз сендер көрсетіп жібереміз. И сендер өздерінің кейінгілерді көрсетесіңдер. Сөйтіп кете береді ғой, короче. Олар жазып жібереді ғой. Әжептәуір бизнес қойрамайтындар бар ғой. Қалай жұмыс істейсің мынадан кейін? Бір ретте тірлікке барамыз ғой, ары бері ерегіс болып кетеді. Біреуге айтады ғой маған, құның бір пышақ маяқтан кетіп қалды дейді ғой. Мал бауыздаған кезде көзін жұмып тұратын бала. Сөйтіп пышақтап алды ғой сөйтіп. Жайша ма? Қасапшы екен ғой, мал бауыздап жүрген онысы. Братан, не болды? Тыныш қой, братан. Жай. Кімнен қашып келесің? Сол қашпаймын мен. Жайша мен? Спорт қашын, жүгіріп сен тайым. Арамыздасың, братан, айта берсең. 2-3 бала келіп тұрса, жоқ деші мен таппадым. Жайша? Магазинге барасың, сушняк темек аласың ғой, сдачадан өзіңе бірдеңе аласың. Ақша жоқ. Ақша жоқ. Онда менен ударап тұрсың ғой, біраз. Алайын да соң қолымнан келсе көрсең. Ақша жоқ па сенде? Жоқ менде. Жазып жібересің де сен просто ошақ. Жазбаймын. Жел. Магазин жазып береді. Бақошқа десің ше? Бірге барып кетті онда. Давай. Машина алдың ғой бәлші. Братан, Лада машина болмайды. Сен Ладаны керісінше оқып көрші. Адал. От көрдің ба? Бұмен адал ақша табасың. Демекшісің басқа ма? Осақ па? Болды ма? Не керек бұдан басқасан? Ұра берсейсің. Жайша ма? Жазып жібергенге дәлел керек қой қазір маған. Видеоға түсіріп тұрған. Түсіре бер бірінші. Полиция ағалдар мынау үшін ұрып оққан. Сенің охранник роднойың. Кім? Бауын, әнім. Вот, әнім, бастықтар звондап жатыр да бізге ше. Мына пешеходты суретке түсірмеңдер, башынан алып тазалаңдар деп жатыр да. Анақа құрайсың. No. Don't touch me. No. Қағатты кетеді. Don't touch me. Машина қағатты кетеді. No. Қоқой мағанда. Тұра беріңдер, түсе беріңдер. Қазір 14 ма кеп қағатта кетеді ғой қазір. Қоқой маған. Тамыр сенде ана француз қыздардың номері жоқ па? Друг вокруг, Тиндер, менде бір сайттарда отыратын ғой. Иә? Жоқ, родной. Асфальт қойдық қой нақай кеп. Родной, мен қазір 2 күн охранадамын, 2 күн сувенир сатып өттім Парижде. Иә. Давай, звони. 1 евро. Алмасаң, сұрамасай. Түсінбейді бияқ. Бәтті, мен анау тамағым бар еді банкіде. Сол ысты жүрсе, қуырдақ қой, қуырдақ. Ашшы бір нәрсілер болсын. Осы қа, Парижде жүріп атым өзім. Охрана, басына шығасың ба? Шықпайсың ба? Аттракцион. Любойны отырғызам. Нормально. Шүкір, Парижде бір үйім бар деп жүре берсей. Осы ақтам қа, банкін тамақ түсті олайын, ә? Кім, на алдыңда? Тамыр, нажақ дейтін. Тона мұны сын түрес. Неге біздің шашымыз өспейді? Балам, ол менің қателігім. Кезінде жарды дұрыс таңдау керек еді. Көп сөйлей бермей, шайларын ішіндер ме? Машина дейтіндердің типтері. Назир, потолкнул. Өтсей! Білем. Өт! Подиумда жүрсің ба, босай? Нейва? Өт кетеш. Мен тағы өт жоқ. Атты тартпаш, сидинен тартпаңдар шарт. Нені ішіп кетті? Жай қой шылышқан. Өшіш вообще. Қайда оқисыңдар? Қай жылғысыңдар? Үйленгесіңдер ма? Қайда баратсыңдар? Ашын айдай аласың ба? Темек шегесіңдер ма? Темек шеге берейін ба? Руларың қандай? Не жұмыс істейсіңдер? Акимат па? Арғы бетінен ба? Оң жағынан? 2000-ға майда бар ма? Алло? Екеуін бер жіберсе, екеуін. Алло? Ау! Отырғасың? Ай отырғасың? Басы. На қасап қойдың, ай оны аяқ киім топ берсе мен. Қақ аяқ киім.
Ініңе беріп жібердің ба тағы? Біздің үйдегілер тойға баратын кезде. Ана тамада тос беріп жатқан кезде қақсаңдап микрофонға жабыспашы, позор қылмай. Енді әулеттің үлкені сөйлесін деді ғой. Әулеттің семізі деген жоқ, үлкені. Ана жерде коляскада апаң отыр ғой, сол сөйлейді ғой. На прикол ұстап жүрсің оған. Соски беріп. Үтік дейтін нәрсе бар ма? Үтік дейтін нәрсе. Менің киімдерім бар ғой. Ей, накасау кәдімгі үтік деген нәрсе бар ма? Үтік дейтін. Киімдерім сен бетін сияқты болып тұр. Әжім болып. Не бересің қазір? Тойға неңді бересің қазір? Жұрттың берген бір киім матасын беремін. Басқа фантазия жоқ па сенде? Ана матаң айналып өзіңе келіп жатыр ғой, тозу ғана мата уже. Енді ақша жоқ қой енді. Бар ма болса, ақшаң жоқ болса бармасын. Тойда бір көрген адам туысқан қыла бермейсің де. Далбана метр. Боқтауды ұмытып қалдық қой сен қазір. Ана тойға барған кезде 100 грамм ұстауға құдаларды аралап кетпеші, подругаларыңмен бірге сығандар ұқсап. Енді жақсы көтересің деп жатыр ғой. Бала шағаңды айтып жатыр, сен 10 бала шағаң бар ғой, артыңнан еріп жүр. Хулиган қазір ана гүлянкада арқан тосып тұрмашы, алдында позор қылмай. Кішкентай бала ұқсап. Енді ақшасы тиіп кетті. Енді сөйтсең бар ғой, соларға ақша беремін да сені қақтырам бар ғой, адам жынына дейді. Анау менің нәскем ғой, мынау сенікі алсай ананың. Берсін мына. Сенікі сәл бүтіндеген де. Бүтін. Ма телефон. Құрметті достар, подарок жіберіңіздер, Лев Роза бәрін жіберіңіздер.